Ал қазіргі таңда біздің жобаларымыз ұлттық зияткерлік меншік институтында патент алу үшін қарастырылуда. Жаһандық білім мен ғылымның дамуы кезеңінде жастардың жолы әрқашанда ашық деп айтар едім. Менің ғылымда армандарым көп, бірақ оны қайсысын алмасақ та оның түпкі мақсаты бір. Ол біздің елдің атын, туған елдің атын әлемге паш ету. Елбасының айтқан үлкен бір біздің алдымызда тұрған мақсаты бар. Назарбаев зияткерліктің мектептердің тәжірибесін басқа мектептерге соны жеткізу. Біз қазір алыс аудандағы мектептердің директорларын Назарбаев зияткерлік мектепке алып келіп, тағылымдаманы стажировкадан өткізіп жатырмыз. Сол жерде үйретіп, сол өзінің көргенін ары қарай жеткізіп жатыр. Біздің Назарбаев зияткерлік мектепке кірсең, бұл жердің аудиториясы, ішкі мәдениеті ерекше. Көріп отырсыздар ғой, негізінен көбісі техника мамандықтары спикерлікке онша жоқ. Азизді көрдіңіздер, мамандықты да жақсы біледі, аудиторияда да жақсы сөйлей салады. Ол біздің мектептің деңгейін көрсетеді. Сондықтан рахмет, Азиз алдағы уақытта жақсы жетістікке жетеді.